Қайырлы күн достар, сіздермен бірге қазақстандық Рапунзель Мөлдір Бекжан. Мен шаш күтімі туралы блог жүргіземін. Және Рапунзель дегеніміз шашы ұзын қыз деген мағынаны білдіреді. 21 жылдан бері шаш өсіріп келемін, осы уақытқа дейін қиған емеспін. Шашымның ұзындығы жерге дейін жетеді. Шаш күтіміне байланысты көптеген теле, радио басылымдарға сұхбаттарым шыққан, және қазіргі уақытта шаш күтімі туралы блог жүргізем. Оған қоса Рапунзельдің шаш күтімі деген курсым бар. Қазір сіздермен талқылағым келіп тұрған тақырып шаштың түсуі жайлы. Егер сіз менің осы видеомды көріп отырсаңыз, онда сізді шаштың түсуі мазалайды деген сөз. Ең бірінші, шаштың түсуіне не әсер етеді және не себепті шаш түседі? Шаштың түсуіне түрлі жағдайлар әсер етуі мүмкін. Соның бірі стресс. Адам стресске түскенде кортизол деген гормон бөлінеді. Оны күйзеліс немесе стресс гормоны деп те атайды. Кортизол бөлінген кезде қан айналым бұзылады, сәйкесінде шашқа баратын қан тамырларда қысылып қалады. Соның кесірінен шашқа қан бармай, шаш ағару және шаш түсу проблемалар болады. Оған қоса шашты дұрыс күтпеу, шаштың типіне қарай күтім жасай алмау, неше түрлі құралдарды пайдалану шашты зақымдай отырып, оның түсуіне алып келеді. Үшіншіден, адамның ағзасына витамин жетіспеушілігі, дефицит болған жағдайда, бұл да шаштың түсуіне алып келетін жағдайлар бірі. Әсіресе босанған әйелдерде, емізетін әйелдерде шаш көп түседі. Неге? Себебі ол өзінен бөлек тағы бір адамды қоректендіретін болғандықтан ағзада витаминнің жетіспеушілігі болады. Төртінші, шаштың түсуіне әсер ететін факторлардың бірі аурулар. Мысалы, онкологиялық қатерлі ісік ауруларын атап өтуге болады. Енді достар, шаштың түсуіне әкелетін бұдан да көп факторлар бар. Алайда дәл қазір біз қысқаша нақты шаш түскен жағдайда не істейміз, соны айтқым келіп тұр. Одан бұрын маған жазатын оқырмандарым 12 жастамын, 17 жастамын, 25 жастамын, шашым түсіп жатыр дегенді өте көп жазады. Егер сіздің балаңыздың немесе осы видеоны 12-13 жаста қыз көріп отыратын болса, 12 жаста шаш түсу, 18 жаста түсу деген ол норма емес. Мысалы, 12 жастағы қыздың бүкіл ағзасы, организмі өсіп даму кезінде оның шашы түсетін болса, оның шашы өспейтін болса, демек бұл жерде мәселе күрделі. Ал енді шаш қалай түсе бастайды? Алдымен достар, шаш тараған кезде тарақтан кішкене сіз шаш түскен шашыңыздың көлемінің көбейгенін байқайсыз. Одан біраз уақытта мән бермейсіз. Тағы біраз жүргеннен кейін бұл уыстап түседі. Уыстап түседі деген сөз, сіздің шашыңыздағы тарағыңызды алған кезде мұна уысыңызға сиятындай дәрежеде түседі. Енді оған да мән бермейсіз, ары қарай жүре берсеңіз, біраз уақытта ол жай қолымен сипағанда түседі, резинкамен буып қойып, резинканы алғанда резинкамен қосып түседі. Сосын өткенде бір қыз жазды маған, менің шашым жай жайылып тұрғанның өзінде түседі дейді. Егер осылай резинкамен түссе, жайылып тұрғаннан да түсетін болса, онда біраз уақытта сіздің шашыңыз ойылып түсетін дәрежеге жетеді. Мысалы, маған жазатын оқырмандарымның көбі алдымен мына маңдай жағынан ойыла бастады, болмаса бір шетінен ойыла бастады дейді. Яғни бір шетінен ойыла бастау деген сөз, ол сіздің бүкіл басыңызға жайылып, ары қарай таздану күтіп тұр деген сөз. Енді осы жердегі адамдардың ең үлкен қателігі, әсіресе әйелдердің орамалдың астында шашым көрінбейді деп орамал тағып жүре беру. Тіпті орамалдың өзі баста тұрмай қалады ғой, сол себепті олай өз-өзімізді алдамаймыз. Және құрметті ер азаматтар, егер сіздер көріп отырсаңыздар да, бұлар сіздерге де қатысты. Әсіресе шаш түскен кезде әйел адамдардың көбінің шашы сиреп жұқарады, ал ер азаматтарда тазданып қалу мүмкіндігі өте жоғары. Сондықтан сіз ер азамат болсаңыз, онда бұны емдеу керек. Ал енді нақты қалай емдейміз? Ең біріншіден, шаш түсе бастаған кезде, жарайды, алғаш тарақпен тараған кезде көбірек түсті, мән бермедіңіз. Онан кейін уыстап түсе бастаған кезде осы моментті ұстап алып, сол жерден емдеу керек еді. Сіз емді қаншалықты ерте бастайсыз, оның түсуін тоқтатуға соншалықты аз қаражат және аз уақыт кетеді. Бұның барлығы шаштың түсуін тоқтату менің Рапунзельдің шаш күтімі курсы аясында жүзеге асады. Яғни мен сіздерге нақты шаш түскенде не істеу керек, қандай анализдер тапсыру керек, өзімнің курсымда беремін. Шаш түскен кезде сіздер бір баттарды, витаминдерді алып іше салмайсыздар. Егер витамин кез келген коллаген деп ақша құртып жүрсеңіз, онда оны тоқтатыңыз. Біріншіден ақша далаға кетеді, екіншіден бұлар сіздің ағзаңызға кері әсер
әсер етуде мүмкін. Себебі ағзаға витамин жетіспеген жағдайда шаш түсуі мүмкін, ол денсаулыққа зиян. Ал егер оның мөлшері асып кететін болса, ол да сіздің денсаулығыңызға зиян. Себебі оның мөлшері асып тұр. Мысалы, сіз Б витаминін іштіңіз, оның мөлшері сізде жеткілікті, сіз білмедіңіз, немесе биотин іштік дейік ал. Егер сіз оны ішке ал оның мөлшері көбейген кезде, ол керісінше сіздің ағзаңызға кері әсер етеді. Мен талай әйелдермен, талай адамдармен сөйлесіп жүрмін. Керісінше витамин ішіп, сау басыма сақина тілеп алдым дейтіндер де көп. Сондықтан ең дұрысы не істеу керек? Ең дұрысы сіздің ағзаңызға нақты қандай витаминдер жетіспей тұр, соны тексеріп, соған анализ тапсырып барып ішу керек. Әрине, мүмкін араларыңызда витаминін ішіп, одан жақсы нәтиже көргендер бар шығар. Бірақ егер менің осы видеомды көріп отырсаңыз, онда сіз толыққанды шашыңыздың түсуін тоқтата алмадыңыз. Сонымен витамин ішуді тоқтатамыз. Онан кейін нақты мен сіздерге шаш түскен жағдайда қандай анализдер тапсыру керек, соны берем. Соған анализдер тапсырасыздар. Және курсымның барысында сіздерге дәрігер анализдеріңізге қарай отырып консультация береді. Шамамен 3 немесе 6 ай айтқанның барлығын бұлжытпай орындаған кезде сіздер нәтиже көресіздер. Егер сіздің шашыңыздың түсу жағдайы қатты ушықпаған және денсаулығыңыз жақсы болатын болса, тіпті одан да бұрын нәтиже көруіңіз әбден ықтимал. Және осы ем барысында алдымен шаштың түсуі тоқтайды. Тоқтағаннан кейін әсіресе ойылып түсіп қалатындар қорқады ғой, артынан жалтырап қалады деп. Сол орындарға жаңадан балапан шаштар шыға бастайды. Сөйтіп шашыңызды қалыңдатуға да мүмкіндік бар. Енді осы жерде сұрақ: сіз витамин сатасыз ба? Осы курс арқылы өзіңіздің баттарыңызды өткізіңіз келіп тұрма деген. Достар, мен ешқандай витамин сатпаймын. Мен бар болғаны өзімнің парақшамда шампунды сатамын. Оның өзі қажеттілікке орай. Себебі оқырмандарым мені сұрайды, мен блогымды дамытуым керек, контент жүргізу керек. Сол себепті сол шампундарды сатамын. Бірақ сіздерге ашығын айтайын, шампун сіздің шашыңыз түскен жағдайда, ағарған жағдайда көмектесе алмайды, себебі оның шамасы жетпейді. Шампун пайдаланып та шашымның түскені азайды дегендер бар, бірақ мына сөзге назар аударамыз. Шашымның түскені азайды, бірақ толыққан тоқтаған жоқ. Жұқа шашыңыздың орнына жаңадан шаштар шығып, шашыңыз қалыңдаған жоқ. Сол себепті шашты бұл жерде толыққанды емдеу керек. Яғни сізге нақты шаш ағарғанда, шаш түскенде қандай анализдер тапсыру керек, соның барлығы беріледі. Дәрігердің консультациясы, дәрігер консультация беріп сіздерге ем береді. Оған қоса сіздерге арнайы платформаға салынған шаш күтімі туралы курс беріледі. Бұл жерде өздеріңіздің шаштарыңыздың типтерін анықтай отырып, оған қалай күтім жасау керек, соның барлығы туралы ақпараттар беріледі. Мысалы, мына менің қолымдағы маска, бұл холодильникте тұр. Қазір шашқа арналған маска болып табылады. Осы маскаларды пайдаланып та шашыңыздың қайызғағынан, әсіресе осы шаштың қайызғағынан, қарапайым үй жағдайындағы масканы пайдаланып бір жуғаннан құтылдым дейтін, шашымның түскені азайды дейтіндер көп. Оған қоса табиғи маска сіздің шашыңыздың жеңіл таралуына, шашыңыздың жеңіл таралуына, шатаспауына, жұмсаруына, жылтырауына, өсуіне көп көмектеседі. Әсіресе шашым киіз болып қалды, орамалдың астында жүр, қайызғақ, құрғақты, майлы дейтін әйелдердің құлағына алтын сырға. Достар, сіздерге барынша түсіндіруге тырыстым. Айтпақшы, осы ем жүргізетін дәрігерді таныстыра кетпеппін. Бұл кісінің есімі Нұролла Гүлмира, өзі терапевт. Сонымен қатар Қытайдан оқып келген иглотерапия маманы және плазма терапиямен айналысады, және медицина саласында өзін жан-жақты дамытқан дәрігер. Осы кісімен менің курсымда жұмыс жасау мүмкіндігіңіз бар. Және ол кісі менің денсаулығыммен, шашымның күтімімен айналысатын маман. Өзім нәтижесін көргеннен кейін курс жасай отырып сіздерге ұсынып отырмын. Ал енді қандай да бір сұрақтарыңыз болса, маған жекеге, WhatsApp-қа, болмаса Instagram-да дайректке жазсаңыздар, мен жауап беруге дайынмын.